біз білеміз сол Матайды өте күнәһар адам болған. Ол сондай салықшы болған, адамдардың ашуына тиген, оны көрген кезде адамдар нервы ететін болған. Еміне соны неге Иса соны шәкірт қылып шақырды? Неге? Неге деген сұрақтың жауабын Иса өз мына жерде айтады, мен әділдерді емес, күнәһарларды теріс жолдан қайтуға әділдерді емес, күнәһарларды теріс жолдан қайтуға шақыру үшін келдім. Егер ол жерде басқа көптеген салықшылар болса, басқа көптеген күнәһарлар болса, мына жерде ол қандай күнәһар екені жазылмаған. Біз бүйтіп елестетуіміз керек, мысалы бүгінгі заманда сондай бір үлкен бір чиновник дейікші, мемлекет. Иса тағы да өліп қалған қызды тірілткені бар сол жерде. Сосын 18 жыл қансырап жүрген әйел емделген, кейін тағы да анау соқыр кісілер емделген осы жерде. Енді Исаның істеген кереметтерін қараңыз, ол өлген адамды тірілтеді, көз соқырдың көзін ашады, біреу емес екі адамның жындарды шығарады, және мылқау адам тілін шешеді. Бұның бәрі қайтадан Исаның жай адам емес екенін көрсетіп тұр. Ол жерде оның құдайлық болмысын көріп тұрмыз. Армысыздар, құрметті келі кітап тыңдаушы бауырларым. Бүгін міне талант мырзамен тағы кездесіп отырмыз. Бүгінгі сол Матай жазған ізгі хабардың 10-шы тарауының 10-шы аяттан 10-шы тараудың 1-2 аятқа дейін қозғаймыз. Сол жерде өте жақсы қозғалыс болады. Өте жақсы түсініктер болады деп ойлаймыз. Әрқайсыларыңызға Құдай жарылқасын. Сол Матайдың жазған ізгі хабарының 10-шы аятынан көңіл бөліп отырсаңыздар болады. Осы Матайдың шақырылуы бар осы жерде, соны қозғаймыз. Сосын жаңа ораза туралы, шәкірттердің ораза туралы қозғаймыз сол туралы. Сосын Иса жаңа шәкірттерді дайындау, қызметшілерді дайындау, сол туралы қозғаймыз. Және оларды жіберу. Жақсы, сол біз білеміз сол Матайды өте күнәһар адам болған. Ол сондай салықшы болған, адамдардың ашуына тиген, оны көрген кезде адамдар нервы ететін болған. Еміне соны неге Иса соны шәкірт қылып шақырды? Неге? Енді неге деген сұрақтың жауабын Иса өз мына жерде айтады, мен әділдерді емес, күнәһарларды теріс жолдан қайтуға шақыру үшін келдім дейді. Енді әсіресе салықшы Матай деген кезде ая кеткен дұрыс деп ойлаймын. Қайтадан бұл салықшы, ол Матай жай ғана салықшы емес қой. Ол кездегі салықшы, мысалы, біздің заманда да қазір салықшылар бар, Егер мысалы сіз бизнесмен болсаңыз, сіз налоговиктерге деген көзқарасыңыз, налоговиктерге көзқарасыңыз бөлек болады. Бірақ бұл жерде тек ол ғана емес, сонымен қоса басқа да мынандай саяси жағдай болған. Енді Матай салықты жинаған кезде, оны салықты жинап алып, ол оны римдіктерге береді. Ол римдіктердің атынан келіп, израильдіктерден салық жинайды. Израиль халқы ол кезде римдіктердің боданындағы мемлекет. Әрине, сондықтан ол Матай жай ғана салықшы емес, ол сонымен қатар сатқын, былайша айтқанда, олар израильдер жек көреді деген ғой. Израильдіктер оны тапқан табысымызды бұяқа жіберіп жатсыңдар. Жай мемлекетке емес, жаңағы бізге күш көрсетіп, бізді өзіне бағынышты отырған басқыншыларға сен солардың құл шоқпары болып отырсың деп, сол кездегі салықшыларды жақтырмайтын. Және онымен қатар Иса солармен жаңағы кейін Иса, 10-шы аятты оқыңыз, кейін Иса Матайдың үйінде дастархан басында отырды. Көптеген салық жинаушылар және өзге де күнәһарлар келіп, сонда келіп, Иса мен және шәкірттермен дастархандас болды дейді. Яғни ол жерде тек Матай жалғыз емес, басқа да салықшылар болды, және басқа да күнәһарлар болды дейді. Сол кезде олардың жаңағы мұны көргенде парызшылдар Исаның шәкірттеріне, ұстаздарың неге салықшылармен және басқа күнәһарлармен бірге тамақ ішіп отыр деп наразылық білдірді. Иса мұны естіп оларға былай деп жауап берді: дәрігер дені сауға емес, ауру адамға қажет. Сендер жаратқан иенің мен құрбандық шалғандарынан гөр берік мейірімділік көрсеткендерін қалаймын деген сөздерін
сөзінің мағынасын ұғынып алыңдар. Мен тек әділдерді емес, күнәһарларды теріс жолдан шақыру үшін келдім дейді. Яғни Иса мен мысалы мен керемет жасаймын, мен дұрыс уағыз айтамын, сондықтан мен тек киелі қасиетті адамдардың ғана ортасында жүремін деп айтқан жоқ. Керісінше ол сол күнәһарларға барып, олардың теріс жолдан қайтуын қалады. Немесе оған дейді, оған көп ауру адамдарды алып келеді. Неге? Яғни ол ауру адамдардың ортасында жүрді, сырқат адамдардың арасында жүрді, жүн соққан адамдардың арасында жүрді. Енді мына жерде салықшылар мен күнәһарлардың арасында отыр. Яғни ол өзі келген жеріне тек қана жағымды ықпал көрсетіп, дұрыс ықпал етуші, немесе жағымды жеміс әкелу Исаның істеп отырғаны. Яғни Құдайдың кім екенін көрсету, және Құдайға сену дегеніміз, Құдайға жақындау дегеніміз, теріс жолдан қайту дегеніміз әрдайым сондай бір жақсы нәрсеге алып келетін көрсетіп отыр Иса. Өше негізі Иса күнәһарларды жақсы жолға түсіру үшін деп айтсақ бола ма осыны? Енді күнәлі жолдарынан тастап, дұрыс жолға өту үшін. Өйткені Матай өте қатты күнәһар болған, енді соны өзі шәкірт қылып отыр. Бірақ Матай таңғалам сол үйіне, өзінің үйіне шақырып отыр ғой бұл. Матайдың үйінде деп жазылып тұр ғой. Ол өзінің үйінде, егер ол жерде басқа көптеген салықшылар болса, басқа көптеген күнәһарлар болса, мына жерде ол қандай күнәһар екені жазылмаған. Енді біз бүйтіп елестетуіміз керек қой, мысалы бүгінгі заманда сонда бір үлкен бір чиновник дейікші, мемлекет. Енді біздің чиновниктер кішкентай біз сияқты квартирада тұрмайды. Олар үлкен бір зәулім үйлерде тұрады, виллада тұрады, бір коттеджде тұрады. Ол сол жерде өте үлкен бір вечеринка өткізіп жатыр. Ол жерде әртүрлі адамдар бар, әртүрлі қызметкерлер бар. Енді ақшасы көп адам ол көптеген нәрсеге қол жеткізе алады. Может быть, оның арасында бір дұрыс емес тәртіптегі қыздар да болған шығар, біз білмейміз. Немесе басқа да күнәһарлар дейді. Енді бұл былайша айтқанда сол кездегі кішігірім олигархтардың отырысы, вечеринкасы. Енді ол жерде қай бір есі дұрыс адам болады, немесе қай бір сондай дінге өрілген тақуа адам болады. Сондай бұзылған адамдар болады, тәртіпсіз бұзылған адамдар. Иса солардың арасында отыр, және ол соларға қосылып, олардың істегендерін істеп отырған жоқ. Керісінше оларға нұр және тұз болу үшін олардың сол жолдарын тастап, Құдай жолына түсуін, соны қалап отыр Иса. Ой, керемет. Жақсы, рахмет. Қазір сол ораза туралы қозғасақ, өйткені Исаның шәкірттеріне неге бұлар ораза ұстамайды деген сияқты сондай бір сөз тастайды сол жерде. Бірақ осы туралы неге ораза ұстамайды? Ол не мақсатта айтты, және ол не үшін айтылды осы нәрсе? Енді Жақия пайғамбар біз білеміз оның қандай болған. Ол былайша айтқанда аскет болған. Аскет дегеніміз орысша айтады ғой, отшельник деп, ол айдалада тұрып, дұрыс киім кимей, дұрыс тамақ жемей, сондай ерекше дінге берілген сондай адам болған. Сондықтан ол біріншіден сол кездері Жақия пайғамбардың шәкірттері Исаға келіп тұр. Бұл жерде олардың айтып тұрған бізде дейді, парызшылдар да жиі ораза ұстаймыз дейді. Және парызшылдардың ораза ұстайтыны рас. Тағы бір жерде әңгіме бар ғой, парызшыл мен салықшы Құдайдың алдына келіп дұға еткен кезде парызшыл айтады, мен аптасына 2 рет ораза ұстаймын дейді. Ана жерде Исаның шәкірттері аптасына 2 рет қойып, Исаның соңынан еріп жүрген кезде ешқашан ораза ұстамаған. Бірақ Иса айтпайды мына жерде, ораза ұстау дұрыс емес деп айтпайды. Иса айтады, мен жер бетінде жүрген кезде ораза ұстаудың қажеті жоқ. Бірақ мен кеткеннен кейін, мен көкке көтеріліп кеткеннен кейін ораза ұстайтын уақыты болады. Әр нәрсенің өзінің орны болады, әр нәрсенің өзінің уақыты болады дейді. Яғни Құдай адам бейнесіне айналып жер бетінде жүрген кезде қайғырып ораза ұстаудың еш қажеті жоқ. Себебі ол бәрібір сені көріп тұр, сенің жаныңда жүр. Оның сол кездегі ерекше уақыты, қызмет уақыты. Ал Иса кеткеннен кейін, әрине біз бүгін ораза ұстаймыз, біздің бауырластар ораза ұстайды. Бірақ біз ораза ұстаған кезде жаңағы парызшылдар сияқты парыз ретінде емес, енді оразаның ұстаудың өзінің мақсаты бар ғой, яғни ерекше бір жауап алу үшін, немесе уақытты сол Құдайға арнауды, ерекше уақытта арнау. Мен Құдайға уақытты бағыштаған соншалықты, мен тіпті жаңағы тамақ та ішпеймін. Себебі қоректену керек қой. Мен одан да бас тартамын. Маған ең бірінші орын жаңағы ораза ұстау дегеніміз тек қана тамақ жеуді тоқтату емес қой. Ол деген
ой санын бәрін сол Құдайға бағыштап, дұға етіп, киелі кітап оқып, осы туралы ойланып, толғанып, сондай бір ерекше уақыт, Құдайға берілу уақыты. Сонда бір ораза ұстағанда да бір мақсатпен, бір сондаймен ұстау керек болып тұр ғой, енді мен түсінгенім. Егер мысалы тек қана мысалы былай болды дейік, мен дұға еткен жоқпын сол күні, киелі оқыған жоқпын, Құдай туралы ойлаған жоқпын, кешке дейін, таңертең кешке дейін TikTok қарап, Instagram қарап, YouTube көріп, тек қана тамақ ішпей жатсам, ол диета ғой. Оның оразаға еш қатысы жоқ. Ораза дегеніміз ол сондай бір ерекше, оны орысша айтады ғой, рухани дисциплина. Яғни Құдайға арналатын ерекше уақыт сондай. Құдаймен уақыт өткізу. Құдаймен уақыт өткізетін уақыт. Керемет, керемет. Жақсы, сосын бір тағы да ары қарай қозғайтын әңгіме бар. Иса тағы да өліп қалған қызды тірілткені бар сол жерде. Сосын 18 жыл ма қансырап жүрген әйел емделген, кейін тағы да анау соқыр кісілер емделген осы жерде. Бұл нәрсе қайталана беретін сияқты да, мен байқап отырмын, бір кереметтер. Бұл не үшін бір осы нәрсе бір түсінігі бар ма, бұның бір мағынасы бар ма осы? Енді Исаның істеген кереметтерін қараңыз, ол өлген адамды тірілтеді, көз соқырдың көзін ашады, біреу емес, екі адамның. Жындарды шығарады, және мылқау адам тілін шешеді. Бұның бәрі қайтадан Исаның жай адам емес екенін көрсетіп тұр. Жай адам тіпті бір сондай ерекше керемет істей алатын адам мүмкін бір керемет істейтін шығар, немесе екі керемет істеу мүмкін. Бірақ мына жерде Исаның істеген кереметтер жан жақтышы. Ол осыған дейін біз тіпті оның дауыл тоқтатқанын айтқанбыз. Ол табиғатқа да жүреді, оның туа біткен жаңағы сондай кемтарлық, кемшілікке де оның билігі жүреді. Жындарды да қуып шығара алады, өлгенді де тірілте алады. Яғни ол тегін адам емес. Ол жерде оның құдайлық болмысын көріп тұрмыз. Және ол мен осындай кереметтерді ғана істегендіктен бір үңгірге тығылып, немесе бір тауың басынан шығып кетіп, бір монах болып отырған жоқ. Ол қарапайым адамдардың арасында өмір сүріп жүрді, солармен араласты, олардың жаңағы біз айтқан той томалақтарына барды, вечеринкаларына барды, олармен араласты. Сондағы барлық мақсаты Құдайдың ізгі хабарын жеткізу, және олардың күнәларын кешіріліп, дұрыс жолға, әділ жолға түсуін қалады Иса. Яғни оның қызметі, былайша айтқанда, толыққанды қызмет болды, жан жақты қызмет. Тәлім беру қызметі, керемет жасау қызметі, және адамдармен араласып, оларға ізгі хабар айту, тірі куәлік болу. Сол бір қозғайтын жері бар осы жерде. Сол емдейді, жаңағы соқырды көз жазады. Сосын бұл туралы ешкімге айтпаңдар деп айтады. Неге осы әңгіме қозғалады сол жерде? Енді кей жерде Иса ешкімге айтпаңдар дейді, бірақ басқа жерінде барып жариялаңдар. Енді ол әр нәрсенің өзінің уақыты болу керек. Себебі Израиль халқы, біз қайтадан саяси жағдайға оралуымыз керек. Израиль халқы Рим империясының бір бөлігі. Исаға дейін қаншама адам кеп, мен мәсіхпін, яғни мәсіхпін деген сөз, мен майланғанмын, ол кезде май жағу рәсімі тек патшаға ғана жасалады. Яғни егер мен Израильдің жаңа патшасы болсам, сендерге билік істеп тұрған Рим империясынан мен сендерді құтқаруым керек. Соған дейін, Исаға дейін бірнеше көтеріліс болған, Исаның заманына дейін бірнеше сондай адамдар келген. Мен патшамын, мен сендерге осы Рим империясынан бостандық әкеп беретін адаммын деп сондай болған. Жалған пайғамбарлар, жалған мәсіхтер көп рет келген. Енді Иса сондықтан адамдар Иса туралы сөйтіп ойлап қалмасын деп, оларға ескертіп айтпаңдар дейді. Себебі Иса шын мәнінде Израиль халқының патшасы, ол жалпы жер жүзінің патшасы. Бірақ ол мынандай саяси патша емес те. Ол немесе жаңағы президент болып кету, депутат болып кету емес Исаның мақсаты. Ол адамдарға күнәдан бостандық әкелу, адамдардың Құдаймен қарым-қатынасының байланысын жаңарту, немесе адамды Құдаймен татуластыру. Израиль халқы бүйтіп ойлайды. Біз Римнің астында жүрміз, сондықтан бұл біздің өміріміздегі ең үлкен мәселе осы деп ойлап тұр. Өздерінің саяси жағдайларын ойлап тұрды. Бірақ Иса айтады, сендерге ең бірінші орында бостандықты Рим империясынан емес, сендерге ең бірінші бостандықты күнәдан алу керек дейді. Күнәнің жемісінен сендерге бостандық алу керек дейді. Мен сендерге осыны алып келе жатырмын. Сендер күнәға батқандықтан, адам баласы күнәһар болғандықтан, осы жер бетін қарғыс атқандықтан, жаңағы өлім,
мылқау болу, соқыр болу, ауру сырқаудың бәрі соның кесірінен, сендерге осыны түсіну керек деп Исаны айтып жатыр да. Сондықтан Құдаймен қарым қатынастарын жаңарту үшін сендерге мен керек, менен басқа жол жоқ дейді Иса айтады. Сендер менен басқа жол арқылы сендер Құдаймен байланыса алмайсыңдар, онымен татуласа алмайсыңдар дейді. Керемет. Ой, рахмет. Жақсы ашықтық. Сосын Исаның тағы бір ары қарай 35-тен ары қарайды аяғына дейін Исаның жаңа шәкірттері жібергені бар 12 елшіні ізгі хабарға жариялауға. Сөйтіп оларға бір биліктер берілген. Ол не билік берілген, ол не үшін берілген ол биліктер? Енді 35-ші аяттарды біз оқимыз. Бұдан кейін Иса барлық қалалар мен ауылдарды аралап, мәжілісханаларда халыққа тәлім берді. Патшалық туралы, яғни Құдай патшалық туралы ізгі хабарды уағыздап, адамдарды ауру, сырқау, атаулыдан сауықтырды. Иса көптеп жиналған халықты көргенде оларға жан ашыды. Себебі адамдар бағушысы жоқ қойлардай қалжыраған бейшара күйде болатын. Сонда ол шәкірттеріне оратын егін көп, бірақ жұмысшылар аз. Сондықтан егіннің иесіне оны жинап алатын жұмысшылар жіберуін өтіңдер деп тапсырды. Иса 12 шәкіртін тағы да қасына шақырып алып, оларға жындарды қуып шығаратын, әрі барлық ауру сырқауды сауықтыратын билікті берді дейді. Және осы Матай жазған ізгі хабардың ең соңғы аяттарында ол осы ізгі хабарды жер жүзіне таратыңдар дейді Иса. Енді Исаның келген мақсаты, енді ол жалғыз осы Құдайдың жіберген елшісі, және жалғыз Иса ғана Құдайдың ұлы болғандықтан ол құтқарушы. Енді ол осы қызметті жалғастыру керек. Жаңа ол Иса мысалы біздің арамызда әлі күн өмір сүріп жатқан жоқ қой, ол айқыш-қайыш шегеленіп өліп, сосын үшінші күні қайтадан тірілгеннен кейін ол көкке көтеріліп кетті де, бірақ енді осы қызмет өзінің шәкірттеріне тапсырып кетті. Енді сіз бен біз осы жолда жүргендіктен оны шәкірттері болып есептелеміз. Енді оның берген билігі, ол Иса не істеді? Ол дұрыс тәлім айтты, Құдайдың тәлім айтты, ол кереметтер жасады, және ол адамдарға ізгі хабар айтты. Осы билікті берді. Біздің арамызда да кейбір мәсіхшілер мысалы керемет істей алады. Біз мысалы тәлім айтамыз дегенде сол билікті берді деп ойлаймын. Сол бізде де сондай қазіргі кезде сенушілерде сондай билік бар ғой, енді жындарды қуа алатын, тәлім бере алатын. Негізі солай, киелі рухтың дарындары бар, сондай бар. Керемет, Құдайға шүкір. Сол сәттен біз Исаға сенушілер әрқайсымыз бұл Исаның шәкіртіміз деп есептейміз. Енді мына жерде тағы да түсіндіре кететін нәрсе. Осының бәрін Иса өзі істей алды. Бірақ мысалы бүгінгі өмір сүріп жатқан әрбір адам, әрбір мәсіхші Исаның барлық кереметтерін істейді деп онды өйтіп айтпаушы едім. Мысалы кейбір адамдар біз мәсіхтің Иса берген дарындар, яғни мәсіхтің соңынан ерушілер біз мәсіхтің денесіміз деп айтамыз деп, мысалы былайша айтқанда ауыспалы мағынада, немесе біз қауымбыз. Яғни сол қауымның мүшелері әр мүшесінің өзінің бір белгілі қызметі болады. Мысалы кейбір адамдарда тәлім беретін қызмет, кейбір адамдарда қайырымдылық істейтін қызмет, кейбір адамдар қолмен бір қызмет атқарып сол қауымның нығаю үшін, қауымның өсу үшін, кейбіреулер шын мәнінде сөйтіп керемет істей алатын дарындары болады. Мен мысалы, мен жеке өз басым сол керемет істегіштердің қатарына жатпаймын. Жақсы. Рахмет, өте жақсы тәлім болды, жақсы кездесу болды. Рахмет, өте жақсы. Өйткені Исадан басқа ешкім бұл адамзатқа бір керемет жасай алмайды. Иса ғана кереметі мәңгілік болып қалады, бұның кереметі. Исаға сенгендер ұятқа қалмайды, және оның артынан ергендер ешқандай ұятқа қалмайды. Өйткені әрқайсысына Құдайдың берген билігі бар, күші бар, құдіреті бар. Сол біздің билік енді күштіміз деп емес, біз Исада күштіміз. Біз өзіміздің ешқандай күшіміз жоқ. Ол күштің бәрі, ол биліктің жаңағы иесі, ол тек Иса Мәсіхтің өзі. Біз оның соңынан ерушілер ғанамыз. Біреу емделіп кетсе, ол мен емес, Иса. Әрине. Біз сол сыйын аламыз олар үшін. Және бізге өте маңызды нәрсе айтып жатыр. Егін көп, бірақ орақшылар аз. Сол Құдай сондай бір жақсы жетекшілер, жақсы қызметшілер жіберсін деп сыйынайық. Сол нәрсені біздерге тапсырма берген сияқты. Сол сыйыну туралы соларға. Керемет, рахмет, өте жақсы уақыт болды. Рахмет сіздер тыңдағандарыңызға. Кездескенше Құдай жарылқасын. Рахмет.